Суық күнде бет терісі бөлек күтімді қажет етеді. Суықта бет терісі құрғап, қабыршықтанып, қызарып кетеді. Оның үстіне тырысып тұрғандай тартылып қалатыны да бар. Қыз-келіншектерді қыстыгүні бетке байланысты осы 4 мәселе алаңдатады екен. Мамандардың айтуы бойынша, суық түсе қыс келісімен бет күтіміне аздаған өзгеріс енгізу керек. Себебі жазда майлы болып жүрген бет қыста құрғауы мүмкін. Мұндайда терінің типі өзгермейді, ол тек мезгілге байланысты түрленеді. Анығын айтқанда құрғайды. Қыстың күні бетті суықтан қорғаудың ең әмбебап амалы теріге сай келетін күндізгі кремді қолдану керек. Бет қатты құрғап кетсе, өте сезімтал теріге арналған кремге ауыстыру керек. Қыста қолданатын крем қандай болу керек? Осы сұраққа жауап іздейтін болсақ, айта кетсек, қыстыгүні ылғалдандыратын кремді шектеу керек. Өйткені оның құрамында су көп болады. Ал ылғалдандыратын кремді жағып далаға шықсаңыз, оның құрамындағы су қатып, кері әсер етуі мүмкін. Негізі кез келген кремде белгілі бір мөлшерде су болады. Теріге жаққан соң ағзамыз сол судың қатуына мүмкіндік бермейді. Ағза бір қалыпты температураны ұстап тұрады, яғни кремдегі су терінің температурасымен теңеседі. Ал қыста бет терісі ылғалды жоюға бейім болады, сондықтан күндізгі кремнің қоректендіретін және қорғайтын қасиеті ылғалдандыратын қабілетінен жоғары болуы мүмкін. Ылғалдандыратын кремнің екі компоненті болады. Біреуі беттегі ылғал буға айналуын баяулататын компонент болса, ал екіншісі керісінше сыртқы ортадан ылғалды өзіне сіңіреді. Қазіргі кремдерде осы компоненттің екеуі де болуы мүмкін. Дегенмен, маман қыстың күні ылғалдың булануын баяулататын кремді таңдаған дұрыс екенін айтады. Қыста жағатын кремнің құрамында өсімдік майы болу керек. Ол бетке жаққан соң пленка сияқты қабат түседі де ылғал жоғалтылмауын кедергі болады. Сонымен қатар кремде қоректендіретін дәрумендер болуы қажет. Мысалы, ши және авокадо майы Е дәрумені болғаны дұрыс. Қыста қандай кремді пайдаланбау керек деген сұраққа жауап іздейтін болсақ, нефтехимия өнімдері, минерал май, парафині бар косметика, вазелин және тағы басқаны қолданбаған дұрыс. Бұлар ылғалды жақсы сақтағанымен, оны үнемі қолдану терінің компенсациясын жоғалтып жібереді. Әрдайым мұндай кремді қолданған адам онсыз жүре алмайтын жағдайға жетеді. Кремнен бөлек бетті жуатын, сүртетін құралдарды да өзгертіп тұрған дұрыс. Егер қыста мұндай құралдар кері әсер етпесе, қолдана беруге болады. Ал косметика майлы бетке арналып, бірақ сіздің бетіңіз қыста құрғап кетсе, оны ауыстыруға тура келеді. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.